Ассалаумалейкум достар, бүгін сіздермен мен Еламан Асма. Мен жаңа рецептерді өткізіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау басты ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздерді печенье жасайтын боламыз. Мен бүкілін көз мөлшерімен істейтін боламын. Бүкіл керек заттарды описанияға жазып қоямын. Менде мында президент сүзбесі, менде мында 900 грамм, бірақ мен көз мөлшерімен істеймін. Міне мен сүзбемді салып алдым. Енді ішіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Менің папам бүгін тәтті жегісі келді. Содан мен магазиннен тәттілерді алмай, үйде жасаған дұрыс деп ойладым. Жұмыртқаны жардық, ал енді блендермен еземіз. Езіп алдық, енді сүт құйып езіп алатын боламыз. Еземіз. Електен өткізіп ұн салатын боламыз. Және де араластырамыз. Не осылай пісіріп аламыз. Үсті қызарған кезінде екінші жағын аударып, екінші жағында әдемілеп пісіріп аламыз. Достар, дайын массамызды фигурасын келтіріп, онға аунатып аламыз. Духовкаға салып қоямыз. Қызарғанша пісіреміз. Қызарған кезде оны екінші жағын қарап отырып пісіріп аламыз. Осылай қансыз, тұсыз әдемі болып шығады. Қазір дәмін көреміз. Міне ортасы өстіп болып шықты. Өте дәмді. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Өте пайдалы. Сіздермен бірге болған Еламан Асма. Ассалаумалейкум.